45-ші мектеп ұжымы білім ұясының маңайын жасыл баққа айналдырмақ. Жасыл мекен акциясының аясында мектеп ауласына көшет отырғызылды. Осылай мектеп ұжымы табиғатты қорғауға үн қосып, қаланы көркейту ісіне белсене қатысты. Нөмірі 45-ші жалпы орта білім беретін мектеп ұжымы жасыл мекен акциясына қатысты. Мектеп ауласына жас көшеттер отырғызды. Бұл өскелең ұрпақты қоршаған ортаны қорғауға, табиғатты аялауға баулайды. Осындай сауапты істен қорғалмау үшін қолдарына күрек алып, 250 оқушы мен 40 ұстаз атсалысты. 45-ші жалпы орта білім беретін мектебі оқушыларды экологиялық мәдениеттілікке, еңбекқорлыққа баулу мақсатында жасыл мекен челленджін Семей орманы шаруашылығымен бірлесе отырып, мектебіміздің ауласына 150 дана қарағай, 50 дана аққайын, 30 шие, 40 черешня отырғызылып жатыр. Енді оқушылармен бірлесе отырып, осы мектебімізде көркейту біздің басты міндетіміз болып отыр. Мектеп жаңадан ашылған болғандықтан әлі де осындай жұмыстар атқарылатын болады. Акция арқылы мектеп ауласына ағаш отырғызып, әдемі саялы баққа айналдыру дейді мектеп басшысы. Оқушылар сабақтан бос уақыттарында өз қолдарымен отырғызған ағаштарды күтіп баптап, көшеттердің бой түзеуін қызыға бақылайтын болады. Халқымызда атадан мал қалғанша тал қалсын деген атаулы сөз бар. Жеміс ағаштарын отырғызу, тал отырғызу бір жағынан сауапты іс болса, бір жағынан экологияны да жақсартады. Халықаралық жасыл мекен атты челленджіне номер 45-ші жалпы орта білім беретін мектеп ұжыммен бірге бізде атсалысудамыз. Менің немерем Исламжан Болат, сынып жетекшісі Ағынұр. Осы 45-ші мектепке бірінші сыныпқа келдік. Осы жаңа мектепке келгенімізге өте қуаныштымыз. Біздің енді осы мектепке ауласына күнде міне баламды сабаққа келем немеремді. Аулаға кіре бергеннен осы көгалдандырып жатыр. Өте тамаша. Күн сайын келгенде осы жасылдандырып, жеміс ағаштарын қоса егіп міне. Балаларымыз сабақтан шыққанда, балаларымыз да өзіміз де көңілдіміз. Акция барысында 250 көшет отырғызылды. Бұл шара мектеп ұжымын игілікті іске жұмылдырды. Жасыл мекен акциясы дәстүрлі түрде жалғасын таппақ. Ярасыл Кенжебеков, Назерке Мұратқали, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.